Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, оқырман, жас зерттеушілер. Қазіргі тілде өзі лайфхак деп жатады ғой, сондай сияқты бір білім ғылым саласындағы әсіресе шетелдік журналдарда мақала жариялауға қатысты бір лайфхак бөліскім келіп жатыр. Мүмкін сіздерге керек болып қалар деп ойлаймын. Бірінші кезекте оған кіріспес бұрын қысқаша мынаны айта өткім келіп отыр. Қазіргі уақытқа дейін мен академик райтинг бойынша дәрістер беріп жүрмін. Сол кезде байқағаным, өзі мақала жариялау деген екі процесстен тұрады екен. Біріншісі сапалы мақала жазу, екіншісі сол жазылған сапалы мақалаңызды рейтингісі жақсы журналда жариялау. Біз осы сапалы мақала жазуға бірінші мән беруіміз керек. Ол үшін жақсы тақырып таңдау, ол тақырыбымызды сол халықаралық талаптарға сай қылып жазу бірінші мәселе. Екінші мәселе, осы жазған мақаламызды рейтингісі жақсы журналда жариялау. Ол Web of Science бола ма, Scopus бола ма, басқа бола ма, жалпы халықаралық базалардың бірінде индекстелетін сапасы жақсы журналда жариялау. Ол үшін не істейміз? Сіздерге бір лайфхак деп отырғандағым бір үлгі көрсеткім келіп отыр. Енді сіздерге мынаны айтайын. Мына жерде мен жаңа кіріп қойған едім. Мынандай нені білесіздер? Google'де так. Әдеттегідей Google'ға кіресіздер. Google'ға кіргеннен кейін мына жерге ағылшынша journal, finder, elsevier деп жазсаңыз, мінекей жазсаңыз мынандай нелер шығады. Соның ішінде сіз find journals дегенді басасыз. Осының ішіне кіресіз. Егер сіз бұл неге тіркеліп қойған болсаңыз бұрын, онда мына жерде мынандай шығып тұрады. Ал егер бұрын тіркелмеген болсаңыз, тіркеліңіз. Тіркелген болсаңыз, сол өзіңіздің профиліңізге кіріп алыңыз. Сол кіргеннен кейін барып, мына жерде қарасаңыздар, екі түрлі жол көрсеткен. Міне Elsevier-дің ішіндегі журналдарды таңдау, және соның ішінен нақты бір журнал іздеу деген екінші түрі бар. Мынада paper title деген бар. Осы жерге сіз өзіңіздің мақалаңыздың, яғни жариялағыңыз келіп отырған, дайындап отырған мақалаңыздың тақырыбын осы жерге жазасыз. Title деген жерге. Мынау менің бұрын жарияланған мақалам. Пандемия уақытында Қазақстанда ұйымдастырылған айтыс және айтыс өлеңдерінде, жалпы айтыста пандемия тақырыбының көтерілуі деп мақала жазғанмын. Ол Scopus Web of Science базасындағы журналдарға шыққан. Яғни біздің әдебиетке, мәдениетімізге қатысты, тілімізге қатысты журнал мақалалар жариялауға болады деген сөз. Міне соның мен paper abstract деп қойдым. Abstract деген жер бар. Осы жерге әкеліп абстрактымызды copy-paste дейміз. Мына жерде қараңыз. 500 сөзден аспау керек деген, 5000 характерден аспау керек деген. Мына жерге тақырыбын жаздыңыз. Қысқаша абстрактын мына жерге жаздыңыз. Болды. Абстрактын жазғаннан кейін енді осының төменгі жағында find journals деген бар. Соны басасыз. Басқа да нелердің критерийлері бар, оны басқаға да болады, бірақ дегенмен осы да жеткілікті. Find journals деген басасыз. Сөйтіп, сізге ойланып жатыр, іздеп жатыр, сізге келетін журнал іздеп жатыр. Мынандай бір журнал шығарды. Мысалы, бізге общий қанша журнал шығарды? 37 журнал көрсетіп тұр. Яғни біздің осы тақырыбымызға, осы тақырыптың ішінде қамтылған абстракттың ішінде біз тақырып туралы толық мәлімет бердік. Осының ішінде толық көрсетілген мәліметтерге сәйкес келетін журнал бізге іздеп жатыр. Іздеді, тауып берді 37 журнал. Мына жерде қарасаңыз, мына журналға көрсеткен сайт скоресі 4, импафактор мындай. Қабылданғандардың, жалпы осы журналға келген мақалалардың 20% ғана қабылданады екен. 80% яғни отказ болады деген сөз. Кері қайтарып жатыр. Енді бұлардың қарайтын уақыты 2 апта мен 7 аптаның аралығында қарайды екен. Бұның бағасы $2100 дейді. Бұл қымбат екен шынына келгенде. Осындай сияқты осы жерден қарасаңыз, Data in Brief дегенде $530 депті.
импафактор бұның жоқ сияқты соған қарағанда. Енді бұны маған қызық болып отыр. Мынаны мен де бірінші рет көріп отырмын журналда. Мысалы бүйтіп бұны көшіріп аласыз. Сөйтесіз де Scopus базасын ашып қойсаңыз, сол жерге әкеп бұны қоясыз. Міне Data in Brave мақала Scopus базасынан осыны іздейсіз. Открыть дейміз. Басамыз. Бұл Elsevier-де 2014 жылдан бері жарық көріп келе жатқан Scopus'та индекстелетін мақаланың бірі. Бұл мультидисциплинарий дейді. Бүкіл мамандыққа сәйкес келеді. Сіз осыны көрдіңіз, сізге осы жерге мақаланы шығарсаңыз, тіл әдебиет саласы бойынша, мәдениет саласы бойынша, тарих бойынша сәйкес келеді деген сөз. Процентилі 72 дейді. Көрдіңіз, 72% дейді. Яғни докторанттар болса қорғауға да жарайды, ғылыми жобасы бар адамдар болса отчетқа да жарайды, есеп беруге. Және қауымдастырылған профессорлық алу үшін де жеткілікті деп айтуға болады. Енді осы жерден сіз жаңа таңдадыңыз, 500 қанша $30 екен. Яғни сіздің мақалаңыз бұл жаққа барса, толық өтсе, жариялануы, келген мақалалардың 45% жарияланып келе жатыр екен осы уақытқа дейін. $530 деген сөз негізі өте жақсы баға деп ойлаймын. Өте қымбат емес. Бірнеше автор бірлесіп жазған мақала болса, $530 төлеуге болады деп ойлаймын. Енді бұл жерде мен міндетті түрде бір ақылы журналдар жарнамалау, болмаса солар туралы бір жағымды көзқарас қалыптастыру деген мақсатта емес менікі. Бұның ішінде мысалы мына көрдіңіз, Materials Today Proceeding $200 тұр екен. Және бұның ішінде тегінде журналдар кездеседі. Мына қарасам $1300, $1600, $2700. Өте қымбаттар да бар. Шынында келгенде мен қымбаттарын естимін, оны қарап. Онда не шаруам бар дегендей. Ішінде сапасы жақсы, әрі бағасы арзан журналдар таңдаймын. Осы жерден таңдап алып, мысалы қарасаңыз, $4070 дейін бар екен. Сондай сияқты журналдардың ішінен қарап, таңдап, жаңа 37 журнал шықты ма, 37 журналды түгел көріп шығасыз. Содан кейін барып, ішінен өзіңіз таңдайсыз. Өзіңізге ыңғайлысы қайсы, 3350 дейді тіпті. 3800 дейді, 1450. Былай қанда, осы жерде тегін журналдар болуы мүмкін, жаңа $530 журналы тұрған болуы мүмкін, сізден бір делдал келіп жариялап берем дейтін болса, $530 журналға жіберіп беруі мүмкін, мысалы үшін сізге, бірақ $2000 деп сізден көп ақша алып қою мүмкін. Сондай делдалдарға алданып қалмас үшін осы журналмен тікелей әр автор өзі байланысу керек деп ойлаймын. Сол кезде сіз үшін де пайдалы, журналға дейінгі ортада жүрген делдалдарға жем болмауымыз керек шығар деп ойлаймын. Және мынандай Scopus'тан несін қарадыңыз, мына жерде бір ерекшелігі бар. Мысалы 2021 жылғы процентейлі 72 болыпты, 2020 жылғы процентейлі қандай? 71 болыпты, көп өзгеріс болмаған. Бірақ енді материалдар саны 5272, 5108 деген сияқты өзгеріп отырған. Енді аса бір қатты өзгеріс емес. Осындай сияқты нелеріне қарап, егер мына жерде homepage болса, егер о жағында басып, сол журналдың өзінің парақшасына өтсеңіз, міне тікелей өте қойдыңыз, осы жерден архивін көріңіз, журнал туралы мәліметтерді көріңіз, editorial boards дегенді де көріңіз, ішінде кімдер бар, кімдер жоқ деген сияқты. Соларға қарап отырып, сіздің осының ішіндегі архив дейді, архивіне де қарап, қандай мақалалар шыққан, қандай тақырыптар шыққан, соған қарап отырып жіберсеңіз болады. Осы жерде submit your articles деп тұр ғой, бұл мақала жіберу деген сөз. Осы жерге тіркеліп қойсаңыз, Science Direct-ке болмаса басқа да нелерге тіркеліп қойып, мына жерден мақаланы тікелей осы жерден жіберсеңіз болады. Мына жерде енді мен бұған тіркелмеген себепті тіркелдім, бірақ
логин паролім дәл қазір есімде жоқ. Сол себепті қазір мен жібере алмаймын. Егер дайын мақалаларыңыз болса, осы арқылы жіберіп, өздеріңіздің мақалаларыңызды делдалсыз тікелей журналмен байланысқандарыңыз сіздер үшін тәжірибе, әрі елдің экономикасына да көп пайда деп ойлаймын. Және делдалдардың жұмыс істеуіне әлде қайда бір жақсы тосқауыл болады деп ойлаймын. Әрине, бұны біреу айтар, біреу айтпас. Мен осы уақытқа дейін академик райтинг бойынша 20 шақты докторантқа сабақ бердім, жеке сабақтарым. Сол кезде байқаған көп докторанттар жалпы елде мақаласы болып тұрып, қайда шығарарын білмей жатқандар көп. Біреулер мақала жаза алмай жатады, біреулер бар мақаласын шығара алмай жатады. Соған бір лайфхак дейді ғой енді. Сондай дүние болсын, елдің пайдасына жарасын деген оймен бөлісіп жатырмын. Сол келесі кездескенше аман болыңыздар. Басқа да ақпараттарды алдағы уақытта осылай бөлісіп отыруды жоспарлаймын бұйырса.